жоқ десек болатын шығар. Алғашқы екеуінде нокаутпен канадалық боксшыларда ұтқаны есімізде. Одан соң техникалық нокауттар болған. Яғни Садриддин Ахмедовтың күшіне әрі қарай жарамай қалып жатыр. Ал енді соңғысы бүгінгі осы Мексикадан келген Хуарес. Барлық жекпе-жектерін Садриддин Ахмедов осы Канадада өткізген айта кетейік. Және дәл осы жерде Монреал казино деп аталатын осы бір кеш ұйымдастырылған орталықта Садриддин Ахмедов осымен екінші рет жекпе-жекке шығып жатқан жай бар. Міне көзінде оты бар біздің боксшымыз дәл қазір мексикалыққа қарсы өнер көрсетеді. Негізі бұл жекпе-жек 10 раундқа жоспарланғанын айта кетейік. Мінекей басталды. Сонымен Садриддин Ахмедовтың қолына Құдай қуат берсін деген тілек қостық. Бұл жігіттің жанкүйерлерде қазір күн санап, уақыт санап артып келе жатқанын көріп отырмыз. Небәрі 20 жаста, тіл көзіміз тасқа. Сондықтан бұл боксшымыздың әлі болашағы алда деп ойлаймыз. Геннадий Головкин тіпті өзі жете алмай қалған шыңдарға осындай артынан еріп келе жатқан жігіттердің жететініне сеніміміз мол. Садриддин енді өзінің қарсыласының кім болатынын осы жекпе-жектің алдында аз уақыт бұрын ғана білді. Сондықтан зерделеп үлгерген жоқ. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Сондықтан қазір енді Садриддин аз кем бақылап өнер көрсетіп жатқан жайы бар. Міне секіріп қазір сол қолмен қапталдан соққы жібергісі келген. Дегенмен бұл айла әрекетін мексикалық боксшы біліп қойғандай күй кештірді. Нәтижесінде Садриддиннің бұл соққысы өтпей қалды. Дегенмен Садриддин алғашқы раундтардан күшін сарқып алатын боксшы емес. Садриддин Ахмедовты көп жанкүйерлер кейде Али Ахмедовпен шатастырып алатынын білеміз. Дегенмен Алиге қарағанда бұл Садриддин жастау былайша айтқан кезде. Екеуінің де болашағы жарқын енді. Қазір алғашқы раундта аса бір қатты керемет соққылар жұмсаған жоқ. Міне дәл қазір ғана сол қолмен жасаған бір кросстың өткенін көрдіңіздер. Бұл бірінші орта салмақтағы WBC тұжырымы бойынша жастар арасындағы әлем чемпионы деген бос тұрған белбеуге талас болып жатқан жекпе-жек. Жай сын емес. Тек рейтингтік кездесу деп қарауға болмайды. Сондықтан Садриддиннің да бұл кездесуге өте тыңғылықты дайындалып шыққаны көрініп тұрған сияқты. Қазір енді кәсіпқой бокста қазақ деген ұлттың Қазақстанның жалпы үлес салмағы өте жоғары. Геннадий Головкиннен басталды. Бейбіт Шүменовті арқылы да Қазақстанды талай адам танып, міне оң қолмен әдемі тік соқты.
бізге қарағанда молырақ үміт күтетін секілді. Тіпті әрбір берген сұхбаттарында бұл Садриддин Ахмедовті Майвезердің жастық шағымен салыстырғанда одан да күшті екенін ескеріп жатыр. Майвезерден де өте мықты боксшы болады деп болашағынан үміт күтеді. Әрине осы бір бабына бармақтай бағы қосылса, бұйырса Садриддин Ахмедов бірнеше салмақ дәрежесінде әлемнің абсолюттік чемпионы болатынына сеніміміз мол. Да, конечно, очень хотелось бы, чтобы уже в ближайшем будущем Садриддин получил титульный бой уже на взрослом уровне, не только за пояс молодежного чемпиона мира по версии WBC. Так, как говорил мой коллега Хайхан Маулен, очень многие путают Али Ахмедова, также Садриддина Ахмедова, полагая, что они, возможно, родственники. Нет, один из них из Алматинской области боксировал сборной Казахстана в весе до 81 килограмма. В принципе, недолго находился, хотя были у него хорошие шансы, чтобы стать первым номером в этом весе. Но Али Ахмедов тут же получил предложение перейти в профи и этим шансом воспользовался. Что касается Садриддина, то, как я уже говорил ранее, в весе до 69 килограммов боксировал в том весе, который называют казахстанским, учитывая последние золотые медали на нескольких олимпиадах подряд. И Ахмедов вполне мог вмешаться в борьбу за право быть первым номером, в борьбу между тем же Блайханом Жесуповым, а также Асланбеком Шамбергеновым, есть и другие боксеры, но по другому пути пошел Садриддин, и еще не исполнилось ему 20 лет, как только сразу же перешел в профи. Теперь ему 20, он поопытнее стал, техничнее, разнообразный арсенал ударов у него, поработал над техникой, хотя впереди еще непочатый край, непочатый объем работы, который нужно выполнить Садриддину Ахмедову. Он это сам прекрасно понимает и в интервью не раз рассказывал о том, что старается оттачивать свою технику вместе с тренерами, которые ему помогают. Проживает он все-таки преимущественно в Канаде, в городе Квебек, и периодически прилетает в Казахстан. Но как только он оказывается практически в родной Астане, тренировки не забрасывает. В этом плане импонирует его настрой, и уже в таком вот возрасте, претендуя на титул молодежного чемпиона мира, я думаю, что все прекрасно понимают, что у Ахмедова большое будущее, и самое главное идти только вперед. В принципе, в первом раунде Садриддин больше работал первым номером, нежели его оппонент. Да, пытался, конечно, Абрахам Хуарес что-то противопоставить, но вы сами видите, намного мощнее Садриддин, техничнее. Всех своих поединках он досрочно одержал победы. Его впечатляющая серия нокаутов только увеличивается. Присматривается Садриддин Ахмедов, пытается найти наиболее уязвимые места у своего оппонента, работая джебом. И, конечно, у него хорошая такая ударная правая рабочая, и он ею, когда нужно, наносит хороший такой плотный удар и в корпус, а также в голову метит Садриддин Ахмедов. Преимущественно в центре ринга старается держаться, не отдавая этот самый центр своему оппоненту. И снова джеб, и снова на расстоянии, приличном расстоянии держит своего оппонента, как бы вытянутая, полусогнутая рука. Она дает понимать Абрахаму Хуаресу, что с ним шутки плохи, поэтому прежде чем идти в атаку, нужно 100 раз подумать и
найти хороший такой момент, и поэтому Абрахам Хуарес немножко в растерянности пребывает, но он старается, это надо заметить. Тем не менее, не хватает ему мастерства, не хватает техники, не хватает и других отдельных качеств. И за счет этой нехватки, за счет своего превосходства Садриддин Ахмедов доминирует на ринге. Снова пытается поближе подобраться. Тут же отходит на безопасное расстояние Абрахам Хуарес. Вообще соперники у мексиканца были весьма и весьма непростые. Пусть нельзя сказать, что титулованные, но все-таки Абрахам Хуарес неплохо в этих поединках себя показал. И эти победы не дали возможность ему получить титульный бой. Промоутер Садриддина Ахмедова Анна Рева, кстати, уроженка Казахстана, отмечала тот факт, что Садриддин, как только появился в их тренировочном лагере, как только подписал контракт с их промоушеном, сразу же начал спрашивать, когда у него будет возможность выйти на титульный поединок. И он все-таки получил этот титульный бой. И радует, что он не подкачал, порадовал весь Казахстан победой. Я думаю, впереди у него более яркие победы, за которые мы будем всей страной радоваться, наблюдать за ростом этого боксера. Ему только 20 лет, а он уже получил титул молодежного чемпиона мира по престижной организации WBC. То ли еще будет. Мой коллега уже говорил о том, что очень многих титулованных ныне боксеров опережает по своим достижениям в этом возрасте. И Ахмедов молодец, конечно. Самое главное ему только работать и идти вперед. Он и сам это прекрасно понимает. Теперь смотрим, как хотел было нанести хороший удар точно в голову, но вовремя на приличное расстояние отошел Абрахам Хуарес. Последние секунды третьего раунда в ближнем бою сошлись Хуарес. Басы озып Пакеодан шаң қаптырып деген сияқты. Сондықтан біз неге бұл спортшыларды айтып отырмыз? Өйткені дәл осы Садриддиннің салмағында жұлдызды жанған боксшылар екенін білеміз. Геннадий Головкин бар, Альварес бар, қазіргі таңда жарық жұлдыз болып тұрған кәсіпқой бокстағы. Міне осындай жігіттердің деңгейіне бұл Ахмедов жетеді деген ойдамыз. Қазір 30-27 қазірдің өзінде. Дәл осы кәсіпқой бокстың бағамы қазір әуесқой боксқа да келгенін білесіздер. Соның нәтижесінде қазір міне 4-ші раундтың өзінде 30-27 ұпай санымен Садриддин Ахмедов алда келе жатыр. Сонымен Садриддин 4-ші раундқа дейін қарсыласын бағамда білді. Міне тамаша сол қолмен көтерген апперкот. Садриддиннің еркелігі басылмаған, жастық жалыны көрініп тұр жаңағы қимыл әрекетінің өзінен де. Тіпті бұған дейін дәл осылай құлату керек болғанмын деген сияқты. Енді соңына дейін жеткізу керек Садриддин Ахмедов. Әлі 1,5 минуттан көп уақыт бар. Сондықтан тағы да жылдамдығына жылдамдық қосып, күш қосып, мексикалықты дәл қазір үйіне қайтаруға мүмкіндік бар сияқты. Осы раундта сонымен міне оң қолмен тағы да жасалған тамаша соққы. Шаршалаңның бұрышына тақап алып, жақыннан әрекет жасауға қозғалады. Мінекей тамаша тағы да бір соққы оң қолмен жасалған.
дәл қазір есінен танып қалғаны бірер секундқа белгілі. Аз кем демалып алып барып тұру керек еді, дегенмен 4 санағанда тұрып кетті. Бірақ төреші дәл мұндай қозғалыста тұрған боксшыны әрі қарай боксқа жібереді. Чемпионы атанғаны Садриддиннің сізбен баршамызға қадірлі қазақ елі, бокс жанкүйерлері, қазақ спортының жанкүйерлері құтты болсын, қайырлы болсын, ұзағынан сүйіндірсін деген тілек қостық. Мұндай белбеулердің саны әлі де Садриддиннің сандығында